Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Ерғали Дүйсен, бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, маған тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып, мені қолдай отырыңыздар. Кешірілмес қателік. Авторы Мұрат Кенжебаев. Мам, қараш, мына көйлек қалай? Тырсиып тар боп тұрған жоқ па? Деп Еркетай мамасының алдында еркелей билей бұраңдады. Мам деп аталған әйел жасы 47-ден асса да қыз құсап қылымсуды қоймаған Қатипаш еді. Еркетай Қатипаштың екі ұлының арасындағы өз айтпақшы маленький аленький цветочек қызы. Телефоннан жақсы риза көңілмен керіле басын көтерген Қатипаш: "Гүлім-ау, сен маған тартқансың. Сен не кисең де жарасады. Мен сенің жасыңда мектептен күніне 3-4 хат алмай қайтпаушы едім. Мырқымбайлар сөмкеме хат салып кеткенін өздерінше ерлік көретін. Бетіме тіке келіп, көңіл білдіріп сөз айтуға боқмұрын жүректері дауаламайтын деп мекерлене күлді де: "Есіңде болсын, қыз баланың ең бірінші қаруы сұлулығы. Сұлу көрініп, бетіңнің әрі болса, онда жарты өмірімнің азығы деп есептей бер" деді. Тағы айтарым, қанша оқымысты болса да, бозынбай аузынан жөндем сөз шықпайтын жігіттерден аулақ бол. Сәттілік, өжет, батыл еркектерді таңдайды. Сондықтан өзіңе тіке келіп сұлулығыңа сұқтана тұрып сөз айтатын жігіттермен жүр деп, қызына күнделікті әйел философиясын оқытып жатқан Қатипаштың сөзін Еркетайдың өзі үзді. "Онда не, папам, сен әлі кішкентайсың, саған махаббат ерте, сабағыңды оқы, институт бітір, мамаң екеуміз өзің қалаған жігітке ұзатып, шырқатып той жасап ұзатамыз деп қоймай жүр" деп әдемі балған ернін еркелей бұртитты. Еркетай өзінің жұрттан әдемілігін біледі. Себебі оны мамасы өмір бойы құлағына құйып келеді. Папасы да "менің қызым ең сұлу періште" деп бұның сұраған нәрсесін алып береді. Еркетайдың папасы Қалжан 49-дан асса да келін алып ата атанған жігіт ағасы. Былтыр тұңғыш ұлын үйлендірген Қалжан Теңгиз Шевройл жағында бір құрылыс фирмасының тракторшысы. 28 күндік вахталық әдіспен жасайтын Қалжанның айлығы 650 мыңнан басталып 930 мыңға жетіп жатыр. Өзі жанұясын алып бөлек отау болса да, үлкен үйленген ұлын кемпір шалдың баласы деп әке шешесінің қолында қалдырған. Солар өздері үйлендірді, өздері келін жұмсап отыр. Содан кейінгісі осы әңгіменің кейіпкері Еркетай 16 жасар қызы. Бұлардан соң биыл 3-ші сыныпқа барған ұлы Салман. Қалжан әке болып балаларына ат қойып көрген емес. Үлкен ұлдың атын Ақылбек деп атасы қойды. Расында да Ақылбек десе Ақылбек. Кейде ақылды сөздер айтып қалғанда, ата бабасын жіктеп түгендеп кеткенде Қалжанның өзін састырады. "Ой, қойшы соны, папаң не біледі? Жалпы есіңде болсын, Еркош. Еркектің еті арам болса да, еңбегі адал. Олар ақша тауып отбасын асыраса болды. Басқа әңгімеге араластырудың қажеті жоқ. Оларға ақша керек деген кезде суырып беріп мәдеп тұруы міндет. Олардың үнемі естеріне салып тұратын бір жайт, ол әйел ақша тапқысы келсе, жолдар көп екенін, әйел кез келген жолмен ақша таба алатынын сездіріп қою керек. Оның үстіне әйел көрікті болса, күйеуі оның үстінде өліп кетеді. Сондықтан, Еркош, ешқашан бетіңе әжім түсірме. Үнемі қымбат крем, пасталарды пайдаланып жүр. Тіпті ертең нан таппай аштан өлер болсаң да, тумбочкаңда косметичкаң толып тұрсын. Нан табылады, ал сұлулықты бір жоғалтсаң қайтару қиын" деп Қатипаш әлі пәлсапа соғып отыр. "Мам, әжем сені жырпылдақ, 40-қа келсе де қылмысуын қоймаған көбелек, бұл үйне болып қарқ қылмайтын қатын деп жамандайды. Ол неге сені жаман көреді" деп еліктің көзіндей көздерін төңкеріп майыса сұрады. "Ту, қойшы сол қақпасты. Ол әуелден папаң екеуміздің қосылуымызға қарсы болған. Оның үстіне бір қатын бір қатыннан қалса бір жерін кесет деген. Сол менің қартаймайтыным,
сұлу қалпымды бұзбайтынымды көре алмайды, деп ұзаққа кеткелі жатыр еді. Еркетай: мам, біз сұңқар екеуміз ең күшті жұп боламыз. Мектептегі махаббатты өмір бойы алып өтеміз деп шештік. Ол да мені бір көргеннен ғашық болған. Мама, сен бір көргеннен ғашық болуға сенесің бе? Сен де солай болдың ба? Деп мамасының есіне бір нәрселерді түсіріп жіберді. Әрине қызым, мен де папаңда бір-бірімізді Ақтөбедегі жолдас жігітінің туған күнінде кездестіріп ұнаттық. Ертесіне үйленеміз деп шештік те, осы ауылға еріп келдім деп ауыр күрсінді де ойланып қалды. Әрине, Қатипаш қызына жас кезінде жеңілтек болғанын, мектеп бітіргесін ешқайда оқуға бармай, жеңіл жүрісті болып, ауыл ішінде аты шығып кеткесін, өзінің туған әкесі өлтірем деп үйден қуып шығып, сол күні ауылдасының үйіне қыдырып келген Қалжанмен дастархандас болып, отырыспақ соңында жалдамалы пәтерде Қалжанмен төсектес болып, ертесіне етегіне еріп кеткені ешқандай махаббат емес, шарасыздықтан болғанын айтпады. Бұның қыздай келмегеніне Қалжан мән берген жоқ. Мән берсе де ешқашан бетіне басқан емес. Қатипаш өзін ылғи жолы болғыштардың қатарына қояды. Жас кезінде шайқап, күліп ойнаған, бұған тағдыр қойдан жуас, жетектеген тайлақтай ертіп жүре беретін Қалжанды жіберуін өзінің үлкен жолы болғыштығының арқасы деп ойлайды. Бүгінде сол өмірде жиған терген ақылы мен айласын дос қызымен отырыспаққа барғалы отырған қызына құйып отыр. Мам, мен кеттім, сұңқарчик келді деп, Еркетай бар мүсінін көрсетіп тұратын жабысқан қысқа етек көйлегінің сыртына безрукавка деп аталатын куртка жакетін киіп үйден шыға берді. Қатипаш ойланып отыр. Осы қызын жақсы құдаға берсе, ол да көрген жерде құдағи бір партия деп әзілдесіп тұрар қатары болса, айға жетпесе де ауылға жарар атағы болса деп қиялдап шарлап, болар құдасының түр тұлғасын елестетіп кетті. Қызын малындырып, киіндіріп ұзатып, құдағай болып төрде тұратын жүздеген адамның бұған қызыға да қызғана қарап тұрғанын елестетіп жатып, қалғып бара жатыр еді. Телефоны түспегір әндете жөнелді. Вахтадағы күйеу екен. Ұйқысының бұзылғанын емес, қиялының үзілгеніне тыжырана телефонын көтерді. Алло, Қатипаш, үйдесіңдер ма? Не хабар? Жан-жақтар аман ба? Еркош телефон алмай тұр ғой. Ол қайда? Деп ұзақ жауап алуға көше бастады. Ту, Қалжан, сен де бір ұйықтайтын кезде соғасың. Не болды сонша? Бізді жауалар дейсің бе? Қызың бар, дос қызымен интернеттен сабаққа керек бір нәрсе жазамыз деп кеткен. Салманшық ұйықтап жатыр. Ақылбек сірә біздің өлі тірімізде шаруасы жоқ. Сенің шешең айтпақшы, біздің үйге келсе, бұзылып көргенсіз болып кетеді. Басқа не айтайын? Үйден шықпайым. Ағайынның той садақасына барып, сенің атыңнан тиын тебенін жаздырып кетем деп, жақтырмағанын жасырмай, жылдамдата қатқылдау жауап берді. Әй, Катюша, зуламай тұра тұршы. Жұмыстан келіп, жуынып, шайынып, ауқат ішкесін, әйелімізді сағынамыз да, вахтовиктердің балаларды сағындым. Әйелімде шаруам бар дейтінін білесің ғой. Жарайды, жақсы, шаруа ауылға барғасын бола жатар деп, мәймөңкелей күлді де, қызымның сабағы қалай? Бір нәрсе алғысы келіп, кигісі келіп жүрген жоқ па? Сұрап қой. Жұтап жүрмесін. Қызға қырғы үйден тыю керек деген бар. Кімге, неге баратын үнемі сұрап отыр. Достары кім? Қандай жігіт көз қысып жүр? Бәрін біліп отыр. Сен шешесісің ғой. Сен бәрін білуің керек. Өтірікте болса да қабағыңды түйіп қой. Баяғыда көріп қалса шешесі сарт еткізіп ұрадай деген болған екен деп айтып қой. Олдар бірдеңе қылып күн көрер. Атасы мен әжесі бар. Біз қанша жақсы көріп тұрсақ та, әжесінің бір айналайына оларды тартып кетеді. Ол дегенді көше тәрбиелейді. Жағаласып өспесе, ертең өскесін мынандай заманда өмір сүру қиындау болар. Ал қызды дұрыстап өсіру керек. Сенің ақылың мен менің табысым қызды қызғалтақтай құлпыртып, қатарының алды оқ бойы озық қылып жүрсін деп айтып жатыр еді. Қатипаш, ой, сенің де шабытың келе қалған екен. Ертең ауылға келгесін 25 күн
сол ұл қызыңды арқалада жүршей. Давай, мен ұйықтаймын деп телефонды қоя салды. Әрине, ұйықтаймын деген жай сөз. Телефон шұқып, Инстаграм қарап, түн ортасына дейін ұйықтамайды. Таңертең әдеттегідей кеш тұрып, беті қолын жуып болғасын, шай ішпестен бұрын қызының бөлмесін қарап, Еркетай ұйықтап жатыр екен. Жүзіне үңіліп еді, қатты қиналыс пен шаршағандық сезіліп жатқанын көрді де, бұның жасында өзімде осылай таң ата келіп, талып ұйықтайтын едім ғой. Қайран қайтып келмес, жастық шағай деп ойлап бөлмеден ақырын басып шығып кетті. Өз өміріне дән риза. Ішер ас пен киер киімге тойған ана, өзінің үлбіреген қызының бүгін түнде жеңіл желпі кумарик деп аталатын есірткіге елетіп, жоғарғы сыныпта оқитын 3 боз баланың ермегі болғанынан бейхабар еді. Олар есірткіге тойдырып зорлаған өз алдына қыздың жалаңаш күйін, қатынас кезінде сәттерін түгел фотоға түсіріп, қызды әрпіл-тәрпіл сөйлетіп, бейне камераға түсіріп алған. Қатипаш асықпай отырып шай ішті. Сүйікті ісі телефонды шұқылап, Инстаграмды парақтап отырды. Еркетайдың мұғалімі телефон соғып, Еркетай сабаққа келген жоқ. Өткен жұмада болған жоқ еді, бүгін дүйсенбіде тағы жоқ. Не болды екен? Сабақтан көп қалады. Анасы ретінде соған араласып ескертсеңіз, үлгерімі нашарлап, тәрбиесі де төмендейді деуі мұң екен. Қатипаш қатты кетті. Әй, бер қара, менің қызымды тәртіпсіз, тәрбиесіз деп айыптайтын сен кім едің? Мектепке барса, сабағыңды біл, бармаса, онда ол сенің кінәң. Сабағыңды қызықтыра алмағаның. Жалпы мектептер бұрынғыдай емес. Тек әйтеуір аттарың мектеп. Дәм болсын, айлық алып жүрген біреусіңдер деп айғайға басты. Мә, қара бұларды. Үндемегенге тіпті құтырайын деді ғой. Бармайды сол мектебіңе. Не жөнді білім беріп жатырсыңдар соншалықты. Тапқан екенсің, үндемей сенен сөз естіп отырар жаманда. Көрсетейін мен саған, дей бергенде ар жағындағы мұғалім: апай, мен сізге басы артық не айттым? Жай Еркетайдың сабаққа келмей жүргенін айттым емес пе? Неге сонша айғайлайсыз? Не жаздым сізге? Деп шыр-шыр етті. Солай шығар. Көрсетем мен сендерге. Үндемей отырар жанды деп ойлап отырған Қатипаш: бармаса барар. Не қылар дейсің? Бір күн сабақтан қалса. Барған күндерінде жақсылап оқытарсың. Солай шырақ. Босқа телефон соғып мазамды алма, деп телефонды сөндіре салды. Осылардың Еркоштан басқа шаруасы жоқ па? Мектепте пәленбай оқушы бар. Соларды жөндей берсін. Менің қызым қажет болса, мектепсіз де өмір сүре алады. Өз жөндерін жөндей алмай жүріп, менің қызымды жөндемекші. Пішту деген. Сонымен солай қайырды да малынып киініп дүкенге кетті. Алар ештеңесі болмаса да, дүкен аралап көрген киімдеріне мін тағып, майда шүйде бірдеңелер алып, уақыт өткізіп келу әдеті. Кешке таман басын көтерген Еркетайдың ештеңеге зауқы соқпады. Мамасы әке көкелеп жүріп, шырын, йогурт беріп, бетін бері қаратты. Еркоштай, қатты шаршапсың ғой? Күшті отырыс болды ма? Жақсы биледіңдер ме? Айтшы. Кім қалай киініпті? Жігіттерге кім көбірек ұнады? Бұндайда отырыстың гүлі болу деген керемет сезім. Жігіт біткен қаумалап, сені көзімен ішіп жеп отырса, сен ешкімге ыңғай бермей, өзіңді көктен түскен періштедей сезініп, діңкелерін құртып отырсаң, міне, отырыстың мәні, деп көпіріп жатыр еді. Ту, мама, қойшы, басым ауырып, көтертпей тұр. Барып демалайын деп бөлмесіне кіріп кетті. Қызның артынан барып, не болған білмек болып жатыр еді. Кіші ұлы келіп: мама, папам келгесін тоқпен жүретін самолет алып берсінші, я? Сен айтсаң алып береді ғой, мам, я? Деп қылқылдап тұрып алды. Ой, жаным сол, я айтам, алып бергізем. Пенсиясын той садақаға сауып отырған әке шешесіне көмектескенде жақсы ғой, одан да баласына жұмсасын. Айтам құлыным, айтам, деп баласын жіберді де өзі диванға телефонын ала отыра кетті. 2-3 күннен соң Еркетай бұрынғы күлімдеген қалпына түсіп, сабағына барып келіп жүр. Оған Сунгарчига бірінші күн-ақ телефон соғып бәрін түсіндірген болатын. Адам шошитындай ештеңе болмағанын, жастық шақтың қызығы осылардың тұратынын, мас болып неше жігітпен жатса да,
бұны бұрынғыдай сүйетінін, енді аз болса қасындағы екі досы да бұған қатты ғашық болғанын, мектеп бітіргесін үшеуінің бірін таңдау керегін, бұл үшеуі бұны ешкімге бермейтінін, кейбір қыздар жүретін бір жігіт таппай жүргенде бұл мықты үш жігітті сындырып алғанын, мектеп бітіргенше осы үш жігітпен еркін қыдырып қалағанын таңдап күйеуге шығу мүмкіндігі бар супер сұлу қыз екеніне әбден сендіріп тастады. Оның үстіне өздеріне тарих үшін түсіріп алған фото-видеолар барын. Осыдан үш жігітті лақтырып кетсе, бұлар қызғаныштан соларды жұртқа жариялап жіберетінін де ептеп жеткізді. Әрине, өмірдің қыр-сырын білмейтін, әке-шешеден ақыл естіп емес, тек қана қамқорлық көріп өскен Еркетайға бұл бір өмірдің берген сыйы болып көрінді. Көрінбей қайтсын, мектептің жоғары сынып оқитын білдей үш жігіті бұны сүйіп қалған. Өзгелерді жуытпайды. Бұл мектеп бітіргенше осылардың қамқорлығында болмақ. Басқа қыздар қызғаныштан жарылып кететін шығар деген ойлар Еркетайды қиял мен арман ауылына жетектеп кетті. 10 шақты күннен соң демалысқа келген Қалжан бала шағасын көріп, құшақтап сүйіп, мәре-сәре болып дастарханда Еркетай мен Салманды айналып толғанып, алып бер деген нәрселерін бәрін алып беретінін айтып, дуылдасып отырды. Қызының бойынан бір өзгерісті байқаған ол, Еркошам бірден есейіп кеткен бе? Кәдімгі бойжеткен қыз болып кеткендей. Түфай, ерекше бір өзгеріс бар ғой, деп таңырқай қарап отыр. Қызның сәл қымсынып қалғанын сезген Қатипаш көмекке келді. Әрине, қызың есейді, бой жетті, өтпелі кезеңнен өтіп, кәдімгі көз тойдырар сұлу болды. Сен 12 жылдан бері вахтада жұмыста жүрсің. Бұлардың қалай есейіп кеткенін де білмей қалдың. Мен болмасам, осындай сұлу әдемі ұл қызды кім туып, кім өсіріп берер еді деп Қалжанға қарап көзін төңгерді. Қалжан бұны сағынғанның белгісі, әйелінің көзіндегі құмарлық деп түсініп, әңгімені көбейтпей, дем алу жағын ойластырды. Соның арасында кішілі бөлмесіне кіріп кетсе, Еркетай да сыртқа зып етті. Әке-шеше таң атқанша енді іздемейді. Тек таңертең 5-6-ға дейін келіп үлгерсе болды. Соңғы кезде бұлар групповой қатынастың дәмін алып алған. Бір алапат құмарлық соған қарай еріксіз жетелеп кетіп жүр. Ертесіне әке-шешесіне амандаса кетіп бара жатқан Қалжанға әйелі: оларда қай мезгілге шақырып келесің? Вахтадан келсең, соларды асқа шақырып келетін едің ғой. Не болса да ертерек келіп кетсінші. Тезірек ыдыс-аяғымызды жуып тазалап жата қалайық. Сағынышым әлі басыла қоймас, деп өтірік көлгірсіді. Ата-енесі келсе, әсіресе енесі болған ақыл айтып, әрбірісінен кемшілік тауып жөн айтуын қоймайды. Содан ертерек құтылу үшін тапқан айласы осы болды. Қалжан әйеліне жақын келіп, мойнын ауырта құшақтады да: жарайды жаным, түске дайында тамағыңды, өзім ертіп келем. Әке-шешенің орны әке-шеше ғой. Апамды сағындым, оларда үлкейіп келеді. Көбірек назар бөлмесем болмас. Етіңді молдау сал, ыдыс-аяғыңа келін көмектесер, тағы басқа кімдерге бұйырарын кім білсін. Сосын әкеммен сөйлесіп отырайын, молдау сал етіңді, деп үйден шыға берді. Сыртқа ауласына шыға, гаражда тұрған Камри көлігін айналып, май суын қарады да оталдырды. Айтқандай-ақ, түске таман әке-шешенің өзінің туған аға жеңгесін үлкен ұл келінмен өзінің әкесінің қолындағы бала келінді алып жетті. Қалжан ерекше көңіл күймен оралды. Оған себеп келіннің білініп қалған іші еді. Вахтаға барып келіп жүріп, бұл немерелі болатын аңғармапты. Кемпір шалдың баласы десе де, Ақылбекті құйып қойған өзі екені көрініп тұр. Әрине, өз көзі тірісінде менің балам демесі анық. Бірақ бүйрек шіркін бұрып тұрады екен. Күн сенбі болғандықтан бұлардың төрт көзі түгел түскі шайға жиналды. Қалжанның әкесі сөйлеп отыр. Балам, мен жоғары оқу оқып диплом алып, мақты қызмет еткен адам емеспін. Тіпті жұмыс істеген мекемем гараж бастық қоям дегенде де бас тарттым. Ол кездің завгарлары жарты құдай еді. Мен мансапқа құмартпадым.
Кішігірім мансабы бар адам мен қарапайым жұмысшы арасында қанша дос, жақын болса да, белгісіз бір көрінбес шекара болады. Мен сол шекараның ар жағында болғым келмеді. Не көрсем де елмен бірге көрем дедім. Сенің мына үрдісің жақсы үрдіс. Вақтадан келгеніңде отбасымыздың басын қосасың. Сендер қанша өз алдарыңа адам болып, ата болып кетсеңдер де, бізге баласыңдар. Сағынамыз, іздеп отырамыз. Сендер де менің қаным көбірек пе білмеймін. Сендер өз шаруаларыңа мығым болып өстіңдер. Бірақ бір сұрақ көкірегіме қала береді. Осымен сендерді толық адам қыла алдым ба? Тәрбиеден кемшін қалдырмадым ба? Міне, сол мені қинайтыны. Көптің бірі болып, аман жүрсе болар дегенімде, мүмкін сендердің басқа жақтарыңды аша алмадым ба деп те ойға кетем. Жарайды, жақсы, болары болды. Сендер бастық, төстік немесе атақты тұлға болмасаңдар да, мына отбасыларыңның ұйытқысы, осылардың басы болуға ұмтылыңдар. Бауыр арасындағы ынтымақтастық жоғалмасын. Ұзақтан қайырып отыр. Енді қалған өмірімде жұртқа еш шай дегізбей, Асаубайдың баласы немесе немересі сондай екен дегізбей алса болғаны. Менің қолымда қалтай сен қалуым керек еді. Бірақ мен әлі өле кетер болмағасын мына ақылтайды алып қалдым. Ондағым сен еркін болып, отбасын өзі басқарып, құлашын сермеп көрсін дегенім еді. Оным дұрыс па, бұрыс болды ма өмір көрсетер, деп сөзін аяқтағандай шайын сораптады. Иә, әке сөйлеп отырғанда сөйлеу бұлардың әдетінде жоқ болғандықтан үнсіз қостады. Үнсіздікті қалжан бұзып, жеке кәсіппен айналысып, КамАЗ, МАЗ көліктер бар үлкен ағасына қарап, аға, көліктерің жүріп тұрма, көмек керек пе? Нан пұлдық бірдеңе тауып тұрма деп әңгімені соған бұрды. Осындай әңгімемен шайдан тұрған олар еркектер бір бөлек, әйелдер дастархан басында қалды. Қалжанның шешесі екі үлкен келінді қасына отырғызып әңгіме айтып отыр. Ене мен келіннің арасы жақын болып, қатты сыйласып кетуі қиын нәрсе. Екеуіңде кейде жақтырмай қалсаңдар да, осы күнге дейін беттен алып көрген жоқсыңдар. Құдай көрсетпесінде. Қатипаш, сенің мен туралы қақпас дейтініңді де білем. Оны өзің сараптап кейін менің жасыма келгенде түсінерсің. Егер түсінген келсе, сонда да айтайын. Ағайының арасын қосатын да, ашатын да қатын. Сондықтан отбасында, үйде ағайын туыс жөнінде ауыздарыңа абай болыңдар. Сендер Асаубайдың ұрпағын емес, өз ұрпақтарыңды тәрбиелеп отырсыңдар. Сол ұрпақтың қандай болып өсері сендердің қолдарыңда. Қатын болып, дүниеге ұл қыз әкелгеннен соң, олардың ары қарай жақсы адам болып өсуі әйелдің қолында. Сендер ұл қыздарыңның тәрбиесінде қателік жіберсеңдер, немерелерің өскенде алдарыңнан сол қателік 1000 есе болып шығады. Қалаларда қарттар үйі барын білесіңдер. Сол жердегілер уақытында балаларына дұрыс тәрбие бергенде, мүмкін ол жерде болмас па еді, кім білсін. Жалпы қазақ ұлты үшін қарттар үйі деген өте жаман қасірет. Екеуің айтарым, сол қарттар үйінің тұрғыны болғыларың келмесе, ол қызыңа дұрыс тәрбие бер деп тоқтады. Үлкен келін үнсіз бас изеп отырса да, Қатипаш, ой мама, кім айтып жүр сізді қақпас деп? Мүмкін менің ақылды, өнегелі ақбас кемпір дегенімді біреулер теріс айтқан шығар. Сіз керемет жансыз ғой, деп зулатып жатыр еді. Жа болды. Мен саған қақпас деп айтты екен деп мал салғалы отырған жоқпын. Сен маған мынаны айтшы. Мына келінде қыз жоқ. 3 ұл. Асаубайдың немерелерінің ішінде жалғыз қыз Еркош. Соның тәрбиесі қалай? Соны айт. Қыз тәрбиесі, ол ұлт тәрбиесі деп бекер айтылмайды. Қызды тәрбиелегенде малындырып киіндіріп, қымбат телефон алып беріп, қаршадайынан қымбат бояу сояуға әуес ету емес қой. Білесіңдер ме? Баяғыда әжелеріміз қыз жатқан төсектің бел тұсына ешкі қылынан жасалған қалың арқан салады екен. Неге дейсіңдер ғой? Беліне арқан батқан қыз аунақшып, ұйқысы сергек болады. Екіншіден,
белі тал шыбықтай болады екен. Осы күн біреулер беліне темір доңғалақ айналдырып жүр ғой. Ал оны біздің қазақ әлде қашан ойлап тапқан. Қыз қызыл орамал тартып жүреді. Ол мен қырмызы гүлдей қызбын деген белгі болса, күйеуге шыққасын ақ орамал тартқаны, мен ата-анамның алдында ақпын, абыроймен келдім, мен ақ әйелмін дегені деп түсінем. Қыз бол, қатын бол, қысқа киіп жалаңбас жүрсе, ол шашқа шайтан жабысып, етегіне албасты енеді. Қыздың етегіне өңілген әзәзіл албасты еркектің көз құртын оятып, қыздың абыройын төгуге шақырып тұрады. Некесіз абыройы төгілген қыз ұлағатты ұрпақ әкелмейді. Себебі жатырына шайтан ұя салады. Міне шырақтарым, жақтырсаңдар да, жақтырмасаңдар да, біздің кемпірлік парызымыз білген түйгенімізді айтып отыру деп, екеуіне кезек-кезек көз тастады. Ұзын көйлек, орамал дегенді иттің етінен жек көретін Қатипаш бір қызарып, бір сұрланды. Осы сәтте қасындағы абысыны Қатипаш екінші келіннің ішіндегі Узи қыз депті. Соның бесікке салуын, қарын шашын енем өзі қатырар. Бірақ тұсауын саған кестірем. Алла сол күнге аман жеткізсе. Қатипашқа қарап еді. Қатипаш жарқырап кетті. Ой жеңеше, Алла разы болсын, кесем, өзім кесем, шешесі мен болам, ханшайымдай қылып киіндірем. Тағы зулай бастаған еді. Енесі, шырақтарым-ай, бұйыртса деп сөйлеңдер, бұйыртса деп сыртқа шығуға ыңғайласты. Осындай әдемі сөздермен отбасылық отырыс кеш бата тарасты. 26 күннен соң Қалжан вақтаға кетті. Құмарлық әбден мендеп алған Еркетай әке шешесіне көрініп те көрінбей де жын ойнаққа кетіп қалып жүрген. Бір күні үйінде аяқ асты құлады. Диванда телефонмен жатқан Қатипашқа Салман жүгіріп келіп, «Мама, Еркеш құлап қалды» дегенде, қапылып барған Қатипаш бір қызарып, бір бозарып, әлсіз тыныс алып жатқан қызын көріп, қатты шошып кетті. Жүгіріп, жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем келем дегенше, бетіне себілген су мен иіскетілген спирттен ептеп есін жиған Еркетай құсқысы келетінін айтты. Салманға ваннайдан тазик деген алдырған Қатипаш, «Ботамау, жақпас не жеп қойдың? Шұнған шығарсың. Не пәленің бәрін заказбен алдырып жейсің. Ішінде не барын кім білсін? Ойбай-ай, не болды тағы?» деп шыр-пыр болып жатқанда жедел жәрдемді жетті. Келген фельдшер қыз Еркетайдың қан қысымын өлшетті, ауруханаға алып кететінін айтты. Қатипаш, айналайын-ау, не болды? Қауіпті ме? Не болған? Уланған ба? Шынды ма екен деген сұрақтарына фельдшер қыз, апа, ауруханаға барайық, экстренный анализ аламыз, тексереміз, сосын кезекші дәрігер алғашқы диагноз қояр. Әзірге айтарым, қан қысымы өте төмендеп кеткен екен деп Еркетайды киіндіруін сұрады. Еркетайды жатқызған аурухана бөлімшесінің алдында ебіл-себіл болып тұрған Қатипашқа шыққан дәрігер, қызыңыздың етеккірі соңғы рет қашан келген білесіз бе? Қызыңыз қашаннан бері әлсіреп жүреді. Қыз екіқабат екен дегенде, Қатипаш дем жетпегендей қолдарымен ауа қармағандай болып тұрды да, дәрігердің жағасынан ұстап қалды. Не дейді? Анық па? Кімнен ойбай? Қайттың баласы екен, жауыз дегеніне дәрігер. Ол жағын қызыңыз өз айтар. Әзірге мен полицияға ақпар жібердім. Бұл қылмыстық іс. Мен бұны құзырлы органдарға хабарлауға міндеттімін деп бұрылып кетті. Орындыққа отыра кеткен Қатипаштың құлағы шуылдап, айнала азан-қазан болып кетті. Оның басында тек бір ой. Ол бұны ешкім білмесе екен, бәрі ұмыт болса екен, бұл тек түс болса екен деген ойлар еді. Абыр-сабыр болып абысыны мен енесі жетті. Не болды? Неден ұшынған? Сен телефонмен толық түсіндірмедің ғой. Жағдайы қалай? Көрдің бе? Сөйлесе алдың ба деп алқымдап барады. Енесі, Құдай масқарадан аулақ қылсын. Қатипа бері қара. Жаманаттан аулақсың ба? Үлкен келін. Бетіндегі ұсақ секпіл мен әне бір балық сияқты қуырып тастаған тауықтың аяғын өліп жеп терлегенін көріп шошынған екен. Сұрауға, айтуға ұялдым деген. Шыныңды айт. Жаманаттан аулақсың ба? Масқара болып қалған жоқпыз ба? Деп шыдатпай тұр. Иә, жаманат аяқ астында.
өзінің санасыздығынан, пәруасыз сүрген өмірінің нәтижесі алдынан шыққан Қатипа үнсіз қалды. Жұрттан жасыру мүмкін болмады. Ішкі істер араласты, бәрі ашылды. Жын ойнақта жасалынған фото, бейне материалдар тергеушінің алдында жатты. Қатипаштың бар тапқан амалы Ақтөбеге алып кетіп, қызына аборт жасату болатын. Ол әрекеті де теріс нәтиже келді. Қайтар жолда вагонда ұйықтап жатқан Еркетай шошып оянып, вагон үшін азан-қазан қылып, еліріп, көрінген адаммен жағаласа бастады. Үлкендеу бір станциядан жедел жәрдем келіп, тыныштандыратын екпе салып, жөнге келсе де, елірме ауруға тап болды. Үйінде бөлмесінде шашы жалбырап, есі кіресілі шығасылы болып, дәретінің үлкенін де кішісін де жібере беретін жағдайға ұшырады. Жұт жеті ағайынды деген вақтадан келгенде қызының мына жағдайын көрген Қалжан жүрек тұсын ұстап отыра қалды. Сол отырғаннан тұрмады. Жүректің жасырын ишемиялық ауру бар екен. Дәрігерлер коронарлық өлім деген диагноз қойды. Осыншама ауыртпалықтан Асаубай ақсақал төсек тартып жатып қалды. Қызының дәретін жуудан шаршаған Қатипаш оны үкіметке өткізіп жіберді. Енді міне, бір кездегі берекелі мерекелі үйінде жиі жалғыз қалды. Кішкентай Салманы да әжесін жағалап жүр. Бұл ол үйге баруға беті жоқ, дәті де шыдамайды. Бұрынғы араласып жүрген дос-жаранның бәрі бұны көрсе сырт айналады. Үйін шақырым жерден айналып өтеді. Бұған қатты әсер еткен жағдайдың бірі, бұл байын әдейі өлтіргендей бұны тойға шақыруды қойды. Тұсау кестірем деп отырған абысына айналып кетті. Сылтауы ырымға жаман деген. Жұма сайын қойымшылыққа барып, Қалжанның қабірімен мұңдасу. Тамын құшақтап тұрып, жылап кешірім сұрау. Қатипаш жаңа түсінді. Өзі өмір бойы еркекке ат үсті қарғанмен, бұның берекеті де, болмысы да сол күйеуі барды екенін. Осы қиындықтың бәрінің себепшісі болған қызын, өзі тәрбиелеп осыған өз өмірін өзі итермелегенін түсінген сайын көкірегі удай ашиды. Енді кеш, енді ештеңе де қайта оралмайды. Тек күйеуінің садақаларын берерде, қайнағасы бала шағасымен осында қонып, ағайынды жинап тарқатып кетіп жүр. Күйеуінің 100 күндік садақасын таратқасын, келін кепшіктер ыдыс аяқтарды жуып тазалап кетіп, бұл тағы жалғыз қалам деп отырғанда, енесі Қатипа, бергел деп қасына шақырып алып құшақтап отырды да, жыла, шіңдегіні түгел шығар, құсадан өліп кетерсің. Жыла, тоқтамай, сосын шырағым, ары қарай қалай өмір сүреміз, соны анықтайық. Шырағым-ай, бұндай өмірді тілеген ештеңең жоқ қой. Осылай болсын деп жоғарыда біреу шешкен дағы, деп басынан сипауы мұң екен. Ағыл тегіл көз жасы да төгілді. Күйеуі өлгелі көзіне тыным болмаса да, мына жас ерекше құйылды. Міне ағайындар, біздер жарысып әдемі киініп, жақсы үй салып, жылдам көлік мініп жүргенде, ұрпақ тәрбиесін мүлдем ұмыттық. Соның салдарынан жетім балдар, нашақорлар, қыз-текелер, кәмелетке толмаған бірақ бір баламен ажырасып үлгерген отбасылар, бұзылған қыздар, жігерсіз ұлдар пайда болды. Орыс езгісінде болғанда иманы мен жауапкершілігін жоғалтпаған қазақтан тәуелсіздік алғаннан соң осындай ұрпақ өсті. Бұл біздің қоғамның, біздің ұрпақтың жіберген кешірілмес қателігі. Әңгімедегі адам аттары ойдан шығарылған. Сәйкес келіп жатса, кездейсоқтық деп есептеңіздер.